Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін қытырлақ баялды салатын әзірлейтін боламыз, яғни хрустящий баклажан салаты. Бізге керегі баклажан, 2 қызанақ, салат жапырағы және брынза сырын қолдандым. Сіздер оның орнына фетаксаны қолдансаңыздар болады. Енді ең алдымен баклажанымызды осылай 2 шетін алып тастап, тең ортасынан бөліп алатын боламыз. Одан кейін әдемі бөліктерге осылай кесіп шығатын боламыз. Кесіп алғаннан кейін ыдысымызға салып, салқын су құйып, оның үстіне тұз салып, 1,5 сағатқа осы судың ішіне қойып қоятын боламыз. Жарты сағат өткеннен кейін баклажанымызды осылай майлықтың үстіне қойып, үстінен тағы да майлықпен жақсылап басып құрғатып алатын боламыз. Жақсылап құрғауы керек. Одан кейін таза ыдысымызға салып алатын боламыз. Үстіне 1 қасық жүгері крахмалын салатын боламыз. Осылай ыдысымызды қозғалта отырып араластырып алатын боламыз. Енді қызып тұрған майымызға осы баклажандарымызды қуырып алатын боламыз. Жақсылап қызарып қуырылуы тиіс. Достар, қазақша контентті қолдап, менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне осылай баклажандарымыз қызарып қуырылуы керек. Содан соң баклажандарымызды алып, сорғытып, осылай майлықтың үстіне салып алатын боламыз. Енді салатымызды турай бастаймыз. Салат жапырақтарын осылай бөліктерге бөліп турап алатын боламыз. Қызанағымызды турайтын боламыз. Қызанағымызды 2-ге бөліп, 2-3 бөліктерге ғана бөлетін боламыз. Осылай 2 бөлікке бөлсеңіз болады. Міне біздің баклажандарымыз осындай қытырлақ болып шыққан, өте дәмді. Енді жаңағы ыдысымыздағы салатқа тұз, бұрыш және паприканы қосып, үстінен 1 шай қасық зәйтүн майын қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді ыдысымызға жаңағы салаттарымызды салып алатын боламыз. Оның үстіне баклажанымызды орналастырып шығатын боламыз. Енді сырымызды 4 бұрышты етіп турап алатын боламыз. Салатымыздың үстіне орналастырып, содан соң бальзамический соусымызды құйып, сәндеп шығатын боламыз. Осылай әсемдеп дастарханыңызға ұсынсаңыз болады. Өте дәмді салаттардың бірі. Баклажандарыңыз қытырлақ болып, дәмді болып шығатын салаттардың бірі. Жасап көрсеңіздер болады. Қонақтарыңызға сөзсіз ұнайтын болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Айдана.